Мысалы, мынандай бір жағдай, пайғамбарымыз салсам Абу Бәкір екеуі күндіз кетіп бара жатқан кезде Умайя ибн Халафтың қойын бағып жүрген бір жас балаға кездеседі. Сосын жаңа жас балаға қасына келіп, екеуі жаңағы шөлдейді, шөлдеп, сүтің бар ма дейді. Қой бағып жүр ғой. Қойда бір жаңағыдай сүт бар шығар, саулық қойдан кішкене сүт бересің ба дейді. Сосын ол бала айтады, шындап келгенде мал менікі емес, маған сендіріліп тапсырылған мал ғой дейді. Маған аманат қылып тапсырылған мал, мен сүт бере алмаймын дейді. Ол боз бала. Енді өзіңіз ойлаңыз, бір 13 жастағы баланың сөзі дейік. Аманат деген ұғымды түсініп тұр. Мен бере алмаймын, бұл маған тапсырылған мал дейді. Сеніп тапсырылған мал дейді. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады, сенде бір қой бар ма? Қошқар тимеген әлі. Бар деп алып келеді. Бала өзінің жұмысына, кәсібіне мықты, қай қойдың қандай жағдайда екенін дейін біледі. Біреудің малы ғой деп жаңағы қорадан алып шығып кешке апарып беру деген нәрсе емес. Сонда соны алып келген кезде пайғамбарымыз салсам сол жерде жаңа желінін сипайды екен. Бисмилля деп. Алланың қалауымен желін көбейеді. Сонымен сол жерде сүт ішеді, жаңағы Абу Бәкірге де ішкізеді, Абдулла ибн Масуд жаңағының бәрін көріп тұр. Сосын жиыла ғой, бисмилля дейді, қайтарған орнына келе салады. Бұл оп-оңай. Алла Тағала қаласа күллі істі осылай жасай беретін еді пайғамбарымыз салсамға. Бірақ Алла Тағала діннің реальный, нақты, шынайы, еңбекпен, осы кәдімгі өзін көріп тұрған өмірдің құбылысында болуын қалады да. Сол жерде Алла Тағала мұғжизаны, сондай бір нәрсені Абдулла ибн Масудқа көрсетті. Мысалы, әркімге көрсетіле берген жоқ қой. Бұл балаға Алла Тағала үлкен болашақ қалайын деп тұр. Оның бойында жақсылық бар, аманат деген ұғым бар, әдеп деген ұғым бар. Жаңағы нәрсеге қарап, маған үйретіңізші жаңағы айтқан сөздеріңізді дейді. Пайғамбарымыз басынан сипайды. Басынан сипап тұрып айтады, шындап келгенде сен үйретіліп қойған баласың ғой дейді. Алла Тағала салып тастаған екен дейді бойыңа. Осы екі сөз, өзінің жаңағы, бұл маған сеніп тапсырылған аманат деген сөз, сондай-ақ жаңағы пайғамбарымыздың сен үйретіліп қойған баласың ғой деген сөздерге ойланып, пайғамбарымыз салсам осы жерде жаңағы иман келтіріп, куәлік сөздерін айтқан бала еді. Бұл Абдулла ибн Масуд деген осы бала болады да, мысалы. Осы Құранның керемет тәпсіршісі, пайғамбарымыздың қасынан қалмай жүрген бала, пайғамбарымыздың жаңа тәпішкесіне дейін бағып жүретін, өзіне сондай қызмет алып, жаңағы сол сияқты нәрсені Бадырда, қаншалаған шайқастарда қатысты. Осы Абу Жахілдің де соңғы жаңағы несі, өлім сәті осы Абдулла ибн Масудтың келіп өлтіреді оны Бадыр шайқасында. Көрдіңіз ғой? Абдулла ибн Масудтың қолынан өледі. Ең сол жерде аяқталады Абу Жахіл деген нәрсе. Жалпы пайғамбарымыз салсам айтқан ғой, әрбір заманның перғауыны болса, біздің кездегі перғауын осы Абу Жахіл деген. Қарсы қойып күллі нәрсені мысалы. Сөйтіп Абдулла ибн Масуд осындай жаңағы иманға келеді.